Жасөспірім өз аккаунтын интернетте қалай қорғай алады? Биыл ата-анам маған әлеуметтік желі жүргізуге рұқсат берді. Мен аккаунт ашып суреттер жүктедім. Сыныптастарымды, достарымды қостым. Кейін тағы да әртүрлі адамдарды қоса бердім. Мектептен, үйден, серуеннен түсірген стористердің бәрін ойланбай сала бердім. Кенет бір күмәнді жазылушы пайда болды. Аты да жоқ, фотосы да жоқ. Ол маған сен қазір жаттығудасың ба деп жазды. Ал мен жаңа ғана залдан стори жариялаған едім. Сол кезде мен түсіндім. Мен өзім туралы тым көп мәлімет айтып қойыппын. Және біреу мені бақылай бастаған сияқты. Киберсталкер интернетте біреудің артынан аңдып жүретін адам. Ол сені шынайы өмірде де тауып алып, буллинг бастап, мазалап тиісуі мүмкін. Енді мен парақшамды былай жүргіземін. Тегімді, мекен-жайымды, қай мектепте оқитынымды айтпаймын. Достарға тек өзім танитын адамдарды ғана қосамын. Қай жерде жүретінімді жарияламаймын. Бейтаныс адамдарға көрсетудің қажеті жоқ фотоларды жарияламаймын. Мен болғаным бәрін ата-анама айтып бердім. Киберсталкерді бұғаттап, үстінен шағым түсірдім. Мен әлі де әлеуметтік желіде отырамын. Тек енді қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтаймын. Цифрлық кеңістікке қорғана біл.